Іштен шыққан шұбар жылан. Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Ертерде бір аңшының әйелі жылан етіне жерік болыпты. Жарының жерігін басу үшін аңшы жылан аулайды. Әйелі жерігі басылғанша жылан етін жіберіпті. 9 ай өткенде әйелдің толғағы жетеді. Бірақ дүниеге жыланға ұқсас ұл бала туады. Жұрт бұл сұмдықты көріп шошыпты. Күйеуі де ұлының жанына жуымай қашқан екен. Тек әйелі ғана балам деп бауырына басады. Ұлына бапы деп ат қойыпты. Әйтсе де жұрт жабылып, баланы өлтірмекші болады. Әйел зар жылап, жылан да болса ішімнен шыққан балам, өлтіре көрмеңдер, деп елден араша сұрапты. Әйелдің көз жасын көргенде, жұрттың жүрегі елжіреп, тар құрсағыңды кеңейткен, тас емшегіңді жібіткен, 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан төтенінен, жылан да болса ұлы ғой деп, жырақ мекендесін. Өлтірмейік, тау тасқа жіберейік, елден жырақ мекендесін дейді. Әйел жыланды қимай-қимай тау тасқа апарып тастайды. Кейін жылан бала өзге жыланның басын қосып орта құрыпты. Оған дейін жыландар жеке өмір сүрген екен. Өзі жыландардың патшасы болып бапы хан аталыпты. Ордалы жылан деген атау осы кезде басталыпты. Іштен шыққан шұбар жылан деген сөз де осы оқиғадан соң ел аузында сақталыпты. Экософия немес келі табиғат кітабынан. Рахмет.